Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Ит адамның ең адал және ақылды досы. Бұл үй жануары туралы барлық ақпарат белгілі деп ойлайтын болсаңыз, қатты қателесесіз. Ит жайлы 25 мәлімет. Иттің иіс сезу қабілеті адамнан кем дегенде 10.000 есе артық, ал есту қабілеті 10 есе жоғары. Ит қасқырдың тікелей ұрпағы. Ойлау деңгейі 2 жасар баламен бірдей. Күшіктерде 28, ал ересек иттерде 42 тіс болады. Олардың орташа өмір сүру ұзақтығы 10-15 жыл. Жүрегінің соғуы адаммен бірдей. Минутына 60-100 соққы. Итке шоколад беру өте қауіпті. Өйткені ол жүйке жүйесі және жүрек бұлшықеттеріне кері әсерін тигізеді. Жаңа туылған күшік соқыр және саңырау болады. 2 күннен кейін ғана көздері көре бастайды. Құйрығын қозғалтса, бұл қуаныштың немесе шыдамсыздықтың белгісі. Чихуахуа деп аталатын иттер алғаш болып Мексикадағы Чихуахуа деген штатта табылды және сол штаттың атымен аталды. Юрий Гагариннен бұрын ғарышқа алғаш болып Лайка есімді үй жануары ұшты. Стар Тайтл ең жылдам иттің есімі. Оның жылдамдығы 67 км/сағат. Олар автокөліктің доңғалағының астында көз жұматын жануарлардың арасындағы көшбасшысы. Екінші орында тауық. Иттің 103 тұқымы бар. Иран елінде иттерді үй жануары ретінде ұстауға тыйым салынған. Ең ұзын иттің бойы 2 метр 20 сантиметр. Үрмейтін иттің тұқымы басенжи деп аталады. Ең ұзақ өмір сүрген ит 29 жасында қайтыс болды. Лабрадор әлемдегі ең танымал тұқым. Көптеген елдерде 26 тамыз иттер күні болып саналады. Ұлы Отан соғысы кезінде Қызыл әскердің қатарында 70.000 ит қызметте болды. Ит сөзі латынша канис деп айтылады. Канар аралдары осы жануардың атымен аталады.